Сіздер байқадыңыздар ма? Біздің елде адамдардың табиғатта демалу мәдениеті төмен. Қазақстанның кез келген ауылының шетіндегі өзенге барсаңыз, бос шөлмектерді, пластик пакеттерді, тамақ қалдықтарын табасыздар. Кез келген табиғаты сұлу жерге барсаң, көзіңнің шалатыны қоқыс. Су қоймаларындағы пластик қалдықтар адамзаттың түбіне жететін түрі бар. Қазір дүниежүзі мұхитында қоқыстан тұратын 5 арал қалқып жүр. Олардың екеуі Атлант, екеуі Тынық, біреуі Үнді мұхитында. Солардың ішіндегі ең үлкен қоқыс аралының көлемі 2 Францияның жер көлемін қамтиды екен. Мұхитта 5 миллиард тонна қоқыс қалқып жүр. Мұхитты ең көп ластап жатқан елдер Қытай, Филиппин, Индонезия, Таиланд екен. Енді Қазақстанға қайтып оралсақ, біздің елде ауылдың шетіндегі өзен көлдерден бастап үлкен туристік жерлердегі Бурабай, Медеу, Шымбұлақ сияқты кез келген жерлерге барсақ, міндетті түрде қоқыс жатады. Су ресурстарының ластануы өзара байланысты. Себебі кішкентай өзендер үлкен өзендерге құяды, ал үлкен өзендер Балқаш, Каспий, Арал сияқты кез келген көлдер мен теңіздерге құяды. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Мәлік Досымжан. Мен Ақтөбе облысы Бестамақ орта мектебінің 11-ші сыныбында оқимын. Мен сыныптасым Жанат екеуміз судың бетін қоқыстан тазартатын роботты ойлап таптық. Өкінішке орай, бүгінгі конференцияға Жанат келе алмады, сондықтан Орсинус Орка деп аталатын роботымыз жайлы бүгін сіздерге мен айтып беретін боламын. Орсинус Орка ағылшын тілінен аударғанда касатка деген мағынаны білдіреді. Роботымыздың пішіні осы дельфин тұқымдас теңіз сүтқоректісіне келеді. Сондықтан да біз оны солай атауды жөн көрдік. Неге біздер судың бетін қоқыстан тазалайтын роботты жасап шығарды деп ойлайсыздар? Жарайды, ендеше сіздерге өзім айтып берейін. Себебі біздің ауылымыздың қасында Елек деген өзен